Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Әңгіменің жалғасы. Айыпқа бұйырмаңыздар, денсаулығым үшін оқи алмадым. Сол күн үйде түнеген қонақтар ертесіне түс қайта кетті. Күйеуім екеуміз ананы-мынаны айтып отырмыз. Кіші қыз қайын сіңлімнің үйіне кеткен. Осы ауылда ағамның ағайынды қарындасы тұрады. Жасы үлкен болғанымен жолы кіші деп, мен оны қайын сіңлім деп жүрдім. Алдағы жоспар деп бастады күйеуім. Ау, жоспарыңыз болса айта беріңіз, дедім. Ауданмен екі ортада жүріп шаршадым, дейді. Бір айда шаршап қалдыңыз ба? Деп қалжыңдап қоям. Сен босанғанша жанында болсаң деймін. 13 жыл күткенім ғой, ауданға барарсың, дейді. Осы баланы менде 13 жыл күтіп едім деймін. Сол күні ағам екеуміз әңгіме айтып біраз отырдық. Онан кешке қарай мектеп директоры шақырды деп қонаққа кетті. Ауыл арасы болған соң мен бармай қалдым. Ол осы менің жанымда болған 4-5 сағатта тағат таппай жүрдім. Өйткені кеше ақыретін ішкендей тойып ішкен көңілдес күйеуім бүгін жазып қоңырау соқса қайтем деймін. Осы еркектердің бас жазам деп әрі қарай қуып кететіні бар емес пе? Мен де солай ойлағанмын. Алайда әбүйір болғанда көңілдес күйеуім кешке дейін тым-тырыс болды. Мен бейбақ сонда да әлденеден күдіктене бастадым. Араққа тойып алып кіріп келетіндей болады да тұрады. Қайтсын, ол сорлыға да бала керек. Мен кеткенде бала болмаған үшін үндей алмадым. Нақтырақ айтсам, болдыра алмаған үшін дейін. Өйткені соңғы жылдары бәрі сенен деп жабысатынды шығарған едім. Олай десем, оған да себеп бар. Басында менен бірге барып емделіп жүрген күйеуім соңғы жылдары қолын сілтейтінді шығарып еді. Анализдер тапсырып, әрі-бері жүгіргеннен қатты шаршаса керек. Сүйреп жүріп әрең апаратын едім. Алайда бәрі дұрыс, бәрі жақсы деген врачтар бастарын шайқап шығарып салады. Берген соң бармайым деп табан тіреп отырып алды. Бармаса оның ойынша бәрі дұрыс, кінә менен. Менің ойымша менде бәрі дұрыс, кінә онан. Бірақ сөзім жоқ. Оның қауқарына сөзім жоқ. Оның соққысы бәрі басқаша болатын, қазір де басқаша. Ағама қарағанда алпамыстай күші басым, адуынды еркек. Сонда, мен мыналардың қайсынан көтердім деймін. Некелі байымнан ба, әлде көңілдес күйеуімнен бе? Қос майданға қатысып, екі еркекпен кезек-кезегі атысып жүрген соң қайсысы төп тигізгенін өзім де білмей қалдым. Ауылдан шыққан қыз, сол ауылдың ішіндегі екі еркекпен жатып жүр десе, адамдар сене қоймасау. Оның үстіне өзі өнегелі ұстаз, оқушыларға тәлім тәрбие беретін апай болса. Еркек сорлылардың қойныңдағы қатыныңа сенбе дейтіндері де бар ғой. Осы 2 жылда ағам бейшара менен күдіктенген емес, тіпті қызғаныш сезімін білдіріп, қыңқ деген де емес. Өйткені ол менің бұрынғы байыммен жату түге сөйлесет деп ойламайды. Сол үшін алаңсыз жүр ғой, ештеңе білмейді. Алайда анау жазөк пен үлкен қыз бар, сол екеуі өте қауіпті болып тұр. Ал енді сол күні кешке ағамның қонаққа кеткенін пайдаланып, көңілдес күйеуімді іздедім. Басында бұрынғы номеріндегі WhatsApp-ына қарадым. Бірер сағат бұрын кіріп шығыпты. Онан соңғы хабарласқан номерін қарадым. Онысында өз айтқандай WhatsApp жоқ. Сондағы ойым, енді олай жасама деп қатаң ескерткім келген. Жаман айтпай жақсы жоқ, араққа әуестеніп бара жатқан сияқты. Ал ішкен адамда уәде, ант деген болмайды. Сол күні қалайда ескертсем деймін. Өйткені бүгін сенбі, ертеңде демалыс, ағам үйде болады. Ол кісі дүйсенбі күні таңда кетеді. Оған дейін мұны алғаш бірдеңе бүлдіріп жүрмесе болғаны. Қысқасы WhatsApp-қа кіріп біраз отырдым. Содан көңілдес күйеуіме қайдасың деп жазып, жауап күтіп отырсам, белгісіз номер қоңырау соғып телефоным шырылдағанда ыршып түстім. Сонда да жалғыз болған соң, қорға қарап көтерсем, әй қыз, сен неге келмедің? Кел үйге, көлік жіберем.
дейді директордың бәйбішесі. Мен бара алмаймын, ренжімеңіз, оның үстіне түнімен қонақ күтіп қатты шаршап отырмын, деп ақталып жатырмын. Тұтқаның ар жағынан, иә, ол кеше қатты шаршады, деп айтып отырған ағамның даусы шықты. Сонан соң ғана директордың бәйбішесі, жарайды сіңлім, келесіде қалма, деп тұтқаны қойды. Негізі көлік жіберсе барғымақ келген, оған осыдан бірер минут бұрын көңілдес күйеуімнің ватсабына қайдасың деп жазып қойғанмын. Жоғарыда айтып едім, ол екеуміз кездесетін болсақ, мен бірінші жазатынмын. Сонан соң ол жауап жазып, жасырын кездесіп жүрдік. Мынада да солай болама деп қорықтым. Жалғыз өзі сағынып отыр екен деп, ол маған қоңырау соқса ше? Болмаса үйдің алдына көлігімен келіп, шық деп жазып тұрса ше? Бұрында солай болған. Шығып зып беретінмін. Еркекте ес болмайды деген бар, ішкен адамда тіпті де ес болмайды. Директордың үйінде отырғанда қоңырау соқса, құрған жерім. Әрине, басып жіберіп телефоныңды қалтаңа салып отыра беруге болады, немесе кейін звондаш деп қоя салуға да болады. Бірақ олай жасайтын келіншектер қуысы жоқ келіншектер. Ал сеніңше? Сенің артың үңірейіп тұр ғой. Ондайға жүрегің дауаламайды, жүйкеңде шыдамайды. Үнемі үрей қорқынышпен жүресің. Міне, осыны ой елегінен өткізем дегенімше болмады. Күйеуім жазып жатты. Үйдесің бе деп сұрадым. Иә, басқа қайда барам, дейді. Мамаң келді ме? Деп сұрадым. Келген жоқ, әлі келмейді, дейді. Атамнан әрі, сенің кешегің не? Деп ұрысқан болдым. Ештеңе, не бүлінді сонша, дейді. Осыдан кейін жазып отыруға ерініп, қоңырау соғып ұрсып бердім. Сен еркек болсаң тыныш жүр енді, деп тоңқылдап қоям. Ол менің балам, оған күмәнім жоқ, деп айтып салғанда, жүрегім зырқ ете қалды. Ялбасты, ондай сөзді аузынан шығарушы болма. Бәріміз құримыз, деп қорқытқан болдым. Онан қорқайын деп тұрған көңілдес күйеуім жоқ. Қайда барсаң да ол менің балам, дегеннен танбады. Ол аз десеңіз, сенбесең ДНК тапсырайық, дейді. Осыдан кейін мен бейбақтың үнім өшті. Әрі қарай сөйлесіп отырудың мәні жоқ. Енді құдай деп, құдаймен көңілдес күйеуіме жалынып жүргеннен басқа амалым қалмады. Осылайша балалы болсам да, менің маңдайым ашылмады. Сөйтіп, төрт жағыма жалтақ қарайтын сорлыға айналдым. Қайтейін, айтып қояма деп көңілдес күйеуімен бір қорықсам, біліп қояма деп ағамнан тағы да қорықтым. Онан үлкен қызға бір жалтақтасам, жазыққа тағы да жалтақтадым. Бұл төрт жағыма жалтақ қарайтын болдым дегеннің осы төртеу еді. Айтқандай, мені қорқытқан тағы бір нәрсе, көңілдес күйеуім, сен кеше кімдермен іштің, деп сұрағанымда, баламды жудым, деген. Айттың ба не, деп шошып кеткенімде, білмем, қатты мас боп қаппын, деді. Бұл сөзі менің жаныма батты. Батқанда да қатты батты. Мейлі, ол екеуін арақ көп ішетін ауылға белгілі алқаштар дейін. Бірақ алқаштың өзі байы бар қатынның баласын менің балам деп бұрынғы байы айтып отырса не болады? Алқаш болса да ондай сөзге құлағы тосады. Олар барып тағы бір үйдің алқашын айтса ше? Қысқасы, бала көтергеніме қатты қуанған болсам, енді соған өкіне бастадым. Жан-жағымнан жаналғыштар қаумалап бастағандай. Бір басыма жүздеген ой келді. Бүйтіп артым бүрісіп жүргенше, ағамнан ажырасып кете салсам ше деймін. Оған құрсағымдағыны ұл бала дегенді естіген ағам жібере қояма? Бұл енді менен өлгенде де айырылсын ба? Шын мәнінде мен оны жақсы көрмеймін. Ол менің мына байымдай болмады. Ал енді қызықтың көкесі дүйсенбіде мектепке барғанда болды. Сол күні таң ағарғанда ағамды ауданға жіберіп, өзім кіші қызды жетектеп мектепке бардым. Ананы мынаны сұраған жазугім мені айналшықтай берді. Әуелі қонақтарды аман-есен шығарып салғанымды сұрады. Онан келіп басқа не жаңалық деп тағы сұрады. Осы басқа не жаңалық деген сөзі зәремді алды. Қарап отырсам,
ол мені әңгімеге тартқысы келетін сияқты. Бұл да сау сиырдың боғы емес. Мына директордың бірдеңесінің бірдеңесі болып келетін қатын. Ешқандай жаңалық жоқ, деп құтылдым. Алайда сол күннен бастап бұл мені жағалап жүріп алды. Қит етсе әңгімеге тартып, ананы мынаны сұрағысы келеді. Мен сағатына қараймын да, сабағым деп тұра қашам. Өйткені ол менен сол күнгі көргенін сұрайтындай болады да тұрады. Білмейм, бұл қатын сумаңдап алып соңымнан қалмады. Мен зырылдап тұрып, алдына түсіп қаша бердім. Шынымды айтсам, бір апта жүйкемді жұғартып, әбіршітіп жіберді. Ол аздай бір бүйірден көңілдес күйеуім қосылды. Бұл сорлы айдақтап алып, арақ ішетінді шығарыпты. Құдай-ау, ішсе іші бөлмей ме? Ішкен күні кім көрінгеннің телефонмен тілін шайнап, қоңырау соғатынды шығарды. Ал анау үлкен қыз ол да құрыды. Оқуға кеткелі 3 ай болды. Екеуміз сөйлеспейміз. Оның да бір түйгені ішінде шығар деп, онан да қорқатын болдым. Сөйтіп бір апта жазөктен қашсам, аптаның соңында ауданнан ағам келеді. Онан тағы да қорқам. Жақындап кетсе жүрегім дүрсілдеп, жиырылып жатып беретінді шығардым. Аптада бір келген соң басын тығып ол да сұрайды. Ал мына жақта көңілдес күйеуім арақты сапырып, жатып, бірнеше рет қоңырау соқты. Әбер болғанда қазірше мектепте жүргенімде соғып жүр. Ағам келген күні соқса масқараның масқарасы болады. Осыдан кейін енді қайттым деп қатты састым. Осы деймін, денкі тапсырып көңілдес күйеуіме көрсетсем бе екен. Ағамнан көтерген болсам, үнін өшірер. Соны ойлаған мен бейбақ бір күні өзім қоңырау соқтым. Кіші қызды папасы ауданға алып кеткен. Алдымызда қыс келе жатыр, бір сыпыра киіндірем, қыдыртам деген. Осы үйде жалғыз қалғанда күнім көңілдес күйеуіме қоңырау соқтым. Әбер болғанда аузы бос екен. Шешең қашан келеді деп сұрадым, әдегеннен. Білмем, келмейтін шығар, дейді. Сөйтсем, енемнің тілінен жара шыққан дейме, онысы жазылмай жатыр дейме, сондай бірдеңе екен. Қалаға емделуге кеткеніне 3 аптадай болыпты. Маған тиген ащы тілі жауап беріп бастаған шығар. Тиіспейтін болсаң барам, сенімен сөйлесу керек, дедім. Ана далбойыбың жоқ па не дейді. Бүгін сенбіде оның үйде болатынын біледі бұл. Сол үшін сұрап тұр. Ол қызын ертіп кеткен, ертең базарға шығып, сонан соң келеді. Далбойып демеші, деп ағама арара түскен болдым. Жарайды деме десең демей-ақ қоям, қызың қайда? Деп сұрады. Қызын ертіп ауданға кетті, деп шынымды айттым. Бір өзің ба не? Деп сұрады. Міне, осы сөзден кейін мен бейбақтыққа салынып, иә, бір өзіммін, деп айтып қойдым. Білмейм, мен оны аяймын ба, әлде тұқымым жеңіл ме, сондай сорлымын. Мүмкін мен оны бұрынғы байым болған соң басқа қыздардан қызғанған шығармын. Өйткені шешесі жайлы жақсы емес деп өзі айтты. Қайта сұрағанымда, өмекең раққа подозрение бар деп айтты, деді. Бізді айырған сол қатын ғой. Егер осы айтқаны шын болса, онда біз... Мен мұны қатты жақсы көрем. Оны жасырмайым. Бәлкім енемнен құтылсақ, қайта қосылуға болатын шығар. Олай болса, бәрі тып-тыныш болмай ма? Сол үшін менің жүрегімде бір ұшқын жылт ете қалды. Жалғыз өзіммін деп айтсам, сол үшін айттым да, басқа ештеңе емес. Келсе үй жаққа, деп жалына бастады. Болмайды деген соң болмайды, деп қарсы болдым. Ол маған қайта-қайта жалынып қоймады. Мен бейбақ ойлана бастадым. Сағатқа қарасам әлі ерте, күннің батқаны жаңа ғана. Так, ойланайын дедім. Өзім барсам ше? Жоқ, өзім барсам болмайды. Өйткені кей-кейде бейне қоңыраумен шығатын ағамның әдеті бар. Демек, үйге кел десем болады. Ол кезде бейне қоңырауынан қорықпаймын. Жасырып қойып сөйлесіп отыра берермін. Демек, дұрысы осы болғаны. Ал енді ол маған ұрын келді дейін. Ол кезде біріншіден бетін көріп, жүзбе-жүз айтып түсіндірем. Анау алқаштарың айтушы болма деп қатаң ескертем. Еркек қой,
Бұрынғы сүйіктісі есебінде жағдайымды айтсам түсінер деймін. Бірақ ары қарай не болады? Әрі қарай сол баяғы сол ғой. Ол менен керегін алмағанша кетпейді. Яғни көкпарға қоспай кетпейді. Осы көкпардың тап қазір маған керегі жоқ. Алайда оған керек. Бұл сорлы бір айдан бері бұтын қасып, теке сасып әрең жүр. Демек, ол менің екі аяғымды көтереді, ортасынан талтайтады, шалқайтады. Онан мына маған келер ешқандай зиян жоқ, керісінше, онысы маған ұнайды. Мен саған жарты сағаттан кейін өзім қоңырау соғам. Сен жазба және звондама, деп қоя салдым. Ал енді төсегімде талтайып жатып ойланайын. Қазір деймін. Көшенің аяғы басылғанда. Кел десем жетіп келеді. Тоқтай тұр. Мен әуелі ағама қоңырау соғып, хал сұраған болайын. Сөйтіп аудандағы Палчанның үйінде қонақта отыр ма, біліп алайын. Оны маған өзі айтқан. Қызым екеуміз Палчанның үйіне қонаққа барамыз деген. Ағам 100% ауданында ғой. Сонда да қоңырау соғып нақты көз жеткізуім керек деп номерін тердім. Ау, тыныштық па? Мен рөлдемін, дейді ағам. Қайтып келе жатсыздар ма? Ендеше мен тамақ пісіріп қояйын, деп зыпылдап бердім. Жоға, біз Айкөш екеуміз қонаққа бара жатырмыз, дейді. Абай болыңыз, рөлде болсаңыз телефонды қызға бере салыңызшы, деп алдаған болдым. Мә қызым, деген папасы бере салды. Біз өткенде үйге келген атаның үйіне қонаққа бара жатырмыз, дейді қызым. Жарайды қызым, аман болыңдар. Барған кезде фото жіберші. Ағаңның үйі қандай екенін көрейін, дедім. Иә, мам, жіберем. Өзімнің телефонмен жіберем. Папаныкі әдемі түсірмейді, деген қызым уәдені үйіп төкті. Күтемін. Ағаның үйіне барған бойда жібер. Бетінен сүйдім. Қызым пока, деп байланыс төздім. Сонан соң фото күтіп отырдым. Үлкен үйде жалғыз өзім ғана. Бөлмелердің ішін кесіп жүрмін. Ағамның Динаш апаймен түскен суреттері тұр. Бұл үлкен қыздың бөлмесі. Мұқият қарап, біраз жерін ақтарып шықтым. Жас күндерінде екеуі де әдемі жұп болған. Бірақ жас кездегі суретте. Қазір ағамның қауқары қайтып, маңдайына әжім түскен, елудің ауылы көрінген ел ағасы. Тықылықтап көңілдес күйеуім жазып жатты. Тап қазір WhatsApp'ты ашуға болмайды. Оқығанды көрсе, қоңырау соғып бәле болады. Ағамдар ана үйге кіргенше мынаған үндемеуім керек. Кім білет, қонаққа бара жатырмыз деп алдап үйге келе жатқан болмасын. Ағамды қанша жерден салмақты, сабырлы десем де, еркектің аты еркек қой. Қолға түссе мойнымды үзіп алады. Онан да әріптің артын бағайын деп күтіп отырдым. Қыз 3-4 фото жіберді. Мысық па, гүл салынған вазалар ма, ағам отырған үстелдер ме, қысқасы ағамнан қауіп жоқ деп көңілдес күйеуімді шақырдым. Абай бол, жан-жағыңа қара, ешкім жоқта кір, деп ескертіп, барлық есіктерді ашық қалдырдым. Үй арасы жап-жақын. Арадан 5 минут өтер-өтпес көңілдес күйеуім кірді. Сақал мұртын алып, шайқасуға дайындалып келіпті. Жатын бөлмеден шыға бердім. Әй, шай жоқ, құшақтап алып бас салды. Қой қайырған қойшыдай құйқылдатып қайырып жатыр. Онан ешкі сабағандай құйрығымнан шапаттап сабады. Абайлас жаным, анау бар ғой, деп ішімді көрсеттім. Ол менің балам, деп соққылап жатыр. Алла деп мен жатырмын. Сол түні 1 сағатта 2 төбенің арасына жол салды. Сағынып, тығылып жүргені көрініп тұр. Онан біразда 3-ші төбеге өрмелеп бастағанбыз. Есік алдына гүр деп көлік келіп тоқтағандай болды. Қасқа басты салаңдаған күйеуім тырдай жалаңаш қашып бара жатты. Сол келгеннен көліктің даусынан тұра қаштық. Басқа жер құрып қалғандай гүрілдеп келіп, біздің қақпаның тұсына тоқтағанын қайтейін. Қараңғы бөлмедегі терезеден сығалап біраз отырдым. Көңілдес күйеуім шалбарын киіп, терезеден қарғып кетуге дайын тұр. Бөтен көлік сияқты, деп сыбырладым.
Бұтындағысын киіп, күртешесін қолына ұстаған көңілдес күйеуім келіп, біраз сығалап тұрып, мынау Әнеттердің даусы ғой, соның класының жігіттері сияқты, бағана ішіп жүрген, дейді. Сонда ғана дүрсілдеген жүрегім орнына түскендей болды. Ішсе ішкендер шығар. Дабырласқан дауыстары қатты шығып жатыр. Сөйтіп тұрғанда сол көліктің жанынан тағы бір көлік келіп тоқтады. Білмейм, төбелесіп жүрме әлде ерексіп жүрме. Әйтеуір ішкен сорлар қызыл кеңірдек болып айқайласып жатты. Арадан біршама уақыт өтті. Біздің үйдегілер еместігі анық болды. Үйге келсе сыртта тұрмай кірмей ме? Қап, мына алқаштардың қып-қызыл қырғынның құлағынан тепкендерін қараш. Бітіре алмай қалдым жаным, дейді көңілдес күйеуім сыбырлап. Екі рет біттің, мыналар кетсе үйіңе бара ғой, дедім. Алайда жауырыныма тигенге артыма қарасам, шалбарын шешіп тастапты. Бағанаға қақшандаған салаңбайы аспанға қарап оқыранып тұр. Мұндайда ол мені жібермейді. Қиынаса да істейді. Бірақ көлік гүрілінен қорқып қалғанмын. Кеудесінен итеріп қарсылық көрсете бастадым. Ол екі қолынан ұстап алған. Жіберер емес. Дегенмен еркек пен қатынның күші тең болған ба? Шалқамнан шатқызып. Онан аяғымның ортасынан басын салған соң болды. Ақ деп барып ыңғайына көне бердім. Көңілдес күйеуім осы ретте біраз тым алыс. Әрі-бері сілкілдеп қара терге түсіп. Әне бітет, міне бітет деп қосылам. Кейін шақырып жатырмын. Өтірік болса да емірініп жатып ыңырси бердім. Оған қаттын айт. Ойбай, тоқта, ойбай. Төсекте жатқан телефоным жарқ етіп, ағамның бейнесі пайда болды. Үнін өшкірдің кедергі болары деп даусын басып қойғанмын. Жарық шыққанда ғана байқадым. Ойбай, кет байым, звондап жатыр, деп итеріп жатырмын. Сонда ғана телефонға қараған көңілдес күйеуім үстімнен түсіп жата қалды. Атып тұрып көйлегімді кидім де үстіме жамылғыны жауып, телефонды көтердім. Көңілдес күйеуім киімдерін алып басқа бөлмеге тайып кеткен. Ұйықтап қалып едің, әрең дегенді көтердің ғой, дейді ағам. Я, ұйықтап жатыр едім. Мәлік көрші қоңырау соқты. Біздің үйдің алдында не болып жатыр, дейді. Білмейм, мастар шығар, дауыстар естіліп жатыр, дедім. Жарайды, не болып жатыр дегенім ғой. Ішкендер сияқты. Мәкең сондай дейді. Қақпаны жапқан болсаң болды, деп қоя салды. Сонда ғана уф деп барып, терең тынысымды тарттым. Өйткені қатты қорыққаным сонша, даусым дірілдеп шыққан еді. Әбер болғанда ағам көп сөйлемеді. Бейнебаянды үзе салды. Сол жерде атып тұрып киіндім де, көңілдес күйеуімді шақырып, болды жетер енді, үйіңе кет, мені тыныш қой, деп айғайға бастым. Ол сорлының кеткісі жоқ. Шала қалдырамыз ба, дейді. Шала болса, басқа қатынға бар, анау медик қызды ал, деп ұрсып жатырмын. Мен ешкімге үйленбеймін, маған сенен басқа ешкім керек емес, дейді. Сөйте тұра, бастадық қой, бітіршімен, сосын кетем ғой, деп қояды. Өліп бара жатсаң, қолыңмен бітіріп ал, миымды ашытпа, деп итере бердім. Сонда ғана күртешесін киген көңілдес күйеуім шығып бара жатты. Есікті тарс жауып, ішінен ілдім де, төсегіме жатып, бақырып жылап бастадым. Қайтейін, қалай қылайын? Енді менің қолымнан не келеді? Мына сорлының құшағынан босатқым келмейді. Бірақ олай жасауға мүмкін емес. Мұндайда қашан болмасын бір ілік шығатыны сөзсіз екен білем. Бұл деген сөз бір ауылға, оның ішінде мектепке масқара боласың деген сөз. Сонан соң коллегаларымның бетіне қалай қарайым? Оларды қош, әрге барса пышырласып өсек айтар. Оқушыларым ше? Ескірген бітіруші сыныпты беріп қойған. Мен олардың сыйлы сынып жетекшісімін ғой. Ал енді тоқтатайын десем, мына жексұрынды жақсы көрем. Кезінде енеме ашуланып, ажыраса салып едім. Алайда сол қатынның баласынсыз өмір сүре алмайтынды түсіндім. Ағама келсек, ол адамға жай ғана құрметтеп білем. Негізі мен оны құрметтеп жүргенімде шамалы. Бұрынғы баймен жатып, көзіне шөп салып жүрмін. Мүмкін оғанда бойым үйреніп кетер деп,
Жүргеніме 2 жылдай болды. Үйренетін түгім жоқ. Мұны албаста түрі тұрғанда ешқашан үйренбейтін сияқтымын. Енді маған не мынадан құтылу керек, не болмаса ағамнан құтылу керек. Бірақ ол мені ешқандай себепсіз босата сала ма? Мына сорлы құлағыма сыбырлап жүр. Ресми ажырассаң, үйленем дейді. Сонан соң мұның 2 сөзінің бірі, бала менікі, дейді. Қазір айтпасаң айтпа, өскенде өзім айтам дейді. Сенікі емес десем туа бер, сол кезде қан тапсырамыз дейді. Сол түні мен оған енді келме, осы соңғысы болсын, доғарамыз, деп айтып, құлағына құйып жібердім. Әрі қарай қаттырақ айтуға батын алмадым. Бір сөзбен айтқанда, мен онан қатты қорқам. Сол үшін ат құйрығын үзіп те кете алмайым. Біріншіден, бала менікі деп шатақ шығарады. Екіншіден, мен оны өзім жақсы көрем. Үшіншіден, ағамнан кетіп қайта тисем деген үмітім де бар. Өйткені ағам мен үшін бәрін жасаса да, мына өмір түк қызық емес. Қара су ішсем де бірінші байыммен қызық. Міне, тап осы түннен бастап мен бейбақ ойланып бастадым. Қалай деймін, қалай жасасам дұрыс болады деймін. Құрсағымдағыны қолыма алмай тұрып, ажырасуым керек пе? Әлде туып алған соң ба? Негізі туып алмай тұрып, кеткенім дұрыс шығар. Бала туған соң кетем десем, ағам асылып өлер. Өйткені көзге көрінген баланы кімнің көзі қисын. Ал тумай тұрып кетсем, аса қатты қиналып оймас. Бірақ осы ойымды жүзеге асыру үшін 2 нәрсенің шешімі керек болды. Ең бірінші рак болып жатқан енем әрі болу керек. Сосын ағамнан қандайда бір повод табуым керек. Бірақ ағамның бойынан мін табалам ба? Ол мені ұрмаса, соқпаса, ішіп тышпаса, көзіме шөп салмаса, әлде шөп салып жүрмекен. Оны бір құдай біледі. Ондай ақшалы еркектерді мына заманғы жас қыздар май шелпекке айналдырады. Сол күні қатты жылағанының сыры осы еді. Ал енді ертесіне кіші қызымды киіндіріп, ағам келді. Төсегіме жеткенде құшағына тарттым. Құмарым бастада теріс қарап, ұйықтап қалды. Бұл сорлы қалың қалай деп те сұрамады. Тіпті кеше түндегі айқай кімдер екен деп те сұрамады. Әтем сәтем әуп деп шаруасын тындырып, қорылға басты. Мына қазіргі келіншектердің байым көңіл бөлмейді дейтіні осы. Ағамның бір ғана плюсы, ақшадан тарықпайсың. Үнемі ақшамен жүреді. Болғаны сол. Кейде осы ақшаның да көңілінің кілтін таппайтыны бар екен. Сол күні бұртиып жатып, мен де ұйқыға кеттім. Негізі бұл менің ажырассам деген ойымның бастамасы болатын. Өйткені жетім жарым көңілмен өмір сүре алмайсың. Қашан болмасын кетем деп көкейіңе түйесің. Ештеңе қызық болмай барады екен. Соны түсіндім. Қазақтың жақсы сөз жарым ырыс дейтіні осы шығар. Жақсы сөйлемесең, жақсы ойламасаң, жақсы болмайтының анық. Дегенмен мен де пендемін. Ертесіне сабақ басталып мектепке жүрдім. Үлкен үзілісте баяғы жазөк келіп тұр. Енеңнің денсаулығы қатты нашарлап қалыпты. Естің бе? дейді. Оның маған не қатысы бар жазөк? деп біртүрлі қарадым. Жоқ, мен сіздің бұрынғы енеңіз болған соң айтып тұрғаным, дейді. Дұрыс қой, бірақ ажырасқанмен араны үзіп кете алмайды екенсің. Менің қайынсіңлім әлі сол баймен сөйлесіп тұрады. Әйтпесе ажырасқандарына 1 жыл болды. Байға тие десем, алғаш болса да байымды жақсы көрем деп тимей жүр, дейді. Мынандай сөздің астарында не болуы мүмкін? Менің қылмысымды біліп айтып тұрған сияқты осы қатын. Олай болса, жақсы көретін шығар, қайта қосылсын, деп жуып шайдым. Қосылса қосылатын шығар. Әшірдің баласы ғой, осындағы. Меніңше, ол екеуі әлі де кездесіп тұратын сияқты. Деген жазөктің сөзін естіп, шаян шаққандай шошып түстім. Бәсе, мына қатын бәрін біледі екен ғой деймін. Әйтеуір темасының бәрі бывшылар болып кетті. Дегенмен бұл қатын неге сонша интерес құрып жүр деймін. Әлде ағам екеуінің бірдеңесі бар ма? Айтып бола ма? Ағамның басы босап 1 жыл жүрді ғой. Осы 1 жылда ай қарап жүрді ме екен?
Мына келіншекте қалауын тапсаң қар жаудырып, әрі-бері сызатынға ұқсайды. Көзім көріп қолым ұстаған жоқ, бірақ бұл неге сонша жағаласып, сондай тақырып қозғап жүр? Мұның Вахтабек болса да байы бар, баласы бар ғой. Алайда осы Құдайдың өзі кешірсін, осы күнгі қатындарда ұят қалмады. Сол ұят менің өзімде де жетпей жүрген жоқ па? Сол күні көңілдес күйеуіме жазып, шешесі жайлы сұрадым. Себебі сол қатынның денсаулығының төмендегені менің онан сайын ойымды бұзды. Мына баланы қолыма алмай тұрып өлсе екен деймін. Оның бүгін ертең болмаса да арғы күні өлетіні анық. Жасы келіп қалды. Оның үстіне емі жоқ, рак болса. Өлмейтін шайтан беді. Негізі мұның ең оңай жолы аудан мен ауыл арасында қатынап жүріп, ағам кетіп қала қойса. Тып-тыныш. Ол кезде Құдай да тыныш, мен де тыныш. Бірақ пенденің айтқаны болмайды. Оны жаратқан шешеді. Адам тек жаман тілек тілейді. Осының бәріне менің махаббатым кінәлі шығар. Әрине ең бірінші өлейін деп жатқан енем кінәлі. Мен жол жүргелі жатырмын, дейді көңілдес күйеуім. Ағам әкелет деп едің ғой, деп сұрадым. Өзім де барайын, ел жұрттан ұят, дейді. Жарайды жаным, ақ жол аман есен барып келе ғой, деп сәттілік тіледім. Сонан соң Каспиімнен 70.000 теңге лақтырып, көмегім, жаным, деп жаздым. Берсем, қу басыма жететін ақшам бар. Ағамның табысы 2 аяғымды көтеріп, потолыққа қарап жатсам да жетіп артылады. Ағама аймақтағы ауылдарға барып, директор ауыстырса болды. Бір орын 5 миллион теңге дейтін. Әрине, кім көбірек ақша береді, сол директор болады. Ол қазір ешкімге жасырын емес. Алмасыңа қоймайды ғой, өздері әкеліп қалтаңа салады, дейді. Мұндайда менің миымда тағы бір арам ой шымырлап барып басылды. Антикор ұстап, түрмеге тығып жіберсе екен дейсің. Бірақ сол антикорың осылармен бірге ғой. Бәрібір қазаннан ет жеп, құтырып жүргендер. Соңғы кездері менің ағам тіпті де қатты кетті. Оған себеп айналадағы мектептің арыздары болды. Несін жасырайын? Мына сорлы қызық, бірінің үстінен бірі жазатта жатады. Ондай жерге үлкен бастықтың тәрбиелік орынбасары менің ағам жетіп барады. Сосын ерегіскен мектеп директоры мұның қалтасына ақша салады. Оны ымпық-сымпық деп орнына қалдырып қайтады. Алайда оның үстінен тағы да жазады, тағы барады. Нәтижесінде біреу байыса, біреуге жала жабылады. Мына біздің білім саласы сондай былық. Оған жекеменшік және өкіметтік балабақшаларды қосыңыз. Оған аудандық училище мен колледждерді қосыңыз. Бұл деген арамнан жинасаңда бітпес байлыққа кенелесің деген сөз. 1-90 аяқталуға жақындап қалған кезде еді. Бір күні өзім айтып бастадым. Мына ақшаны үйге жинамаңыз, қаладан үй алыңыз, дедім. Менің атыма үй алуға болмайды. Бастапқы жарнасын төлеп, өз атыңа ала ғой, дейді ағам. Бұл сөзі маған майдай жақып кетті. Тумай тұрып үй алып қойсам, ішіме тебе ме? Мектеп деген не? Бір қоңыраумен апта, 10 күн бармай жүре алам. Тіпті 1 ай бармасам да айлығымды толық алам. Ендеше мен қалаға барып үй қарайын, жаңа жылға дейін алайық, дедім. Крыша кезеттен қарап қоңырау соғып сөйлес, кел десе барарсың, дейді ағам. Жазған қолда жан бар ма? Интернетті ақтарсам 100 пәтер шықты. Ақшасын төледе ала бер. Мына 3 пәтер ұнап тұр, барып көру керек, дедім. Ендеше ауданға кел, тағы да тиын алып кет, дейді. Осы аралықта көңілдес күйеуім жазып ескертіп жүрдім. Өйткені ол да қалада шешесіне қарап жатыр. Мүмкін мені сөгетіндер табылар, бірақ көңілімнің қошын сол бұрынғы байымнан ғана тапсам деймін. Алайда 110 000 теңге төлеп қойып, 1-ші пәтерден айырылып қалдым. Задатық дейме, кепілдік дейме, әйтеуір алдын ала ақша сал дегенге салып жіберіп, қалаға барып таппай қалдым. Ал 2-ші ұнаған пәтерге көңілдес күйеуімді ертіп бардым. Бірақ бұл 15 миллион дейді. Оған ақшам жетпей тұр. Үшеу жетпей тұр, деп қоңырау соқтым. Пәтердің суретін жібердім.
Қазір түс қайта тауып жіберем, деген ағам түске таман ақша салды. Сөйтіп, шыттай 2 бөлмелі пәтерді болып шыға келдім. Нотариус ертеңіне қалып тұр. Ақшаны беріп қойдым ғой. Не істейін? Деп сұрадым. Ойында ештеңе жоқ қой. Сол тәтеңнің үйінде қалып, ертең бітіріп қайта ғой, дейді. Алайда тәте менің жанымда қалсын ба? Шіренген біреу. Мына қалада 10 шақты үйіміз бар. Шетелге көшеміз деп сатып жатырмыз, дейді. Сөйтіп тұрғанда ағам қоңырау соғып, түнде істейтін нотариус жоқ бекен, қарап көр, үлкен қалаларда болу керек қой, деп қозып тұрған көңілімді су сепкендей басты. Қозып тұрған дегенім, тәтеге ақшаның 10%-ын беріп, қалғанын ертең нотариус арқылы беремін, деп жіберіп, көңілдес күйімді кіргізіп алғанмын. Ол душқа кіріп, жуынып жатқан. Сонан соң мына тұрған кең төсекке құлаймыз деп тұрғанымызда, ағам былай деп тұр. Білмейм, бүгін кеш қалған шығармыз. Тәтенің мінезі де біртүрлі күртая екен, қайта мазаласам, ұрсып жіберсе, деп алдаған болдым. Жарайды, ертең болса ертең, мен мынандай ауылдың мектебіне келдім, деген ағам келсе кетті. Қуана-қуана душтан шыққан көңілдес күйеуімнің құшағына сүңгіп кеттім. Мұның құшағы деген басқаша, есім шығып, елеріп жаттым. Құдай-ау, интернеттен ішетін жейтіннің бәрін тапсырыспен алдырып, ас бөлмедегі үстелдің үстін толтырып қойғанмын. Несін айтайын, шайнайтын сағызына дейін әпердім. Сол түні біразға дейін арпалысып, тойымсыз күйде жаттым. Мұны көрмегеніме 15 күн болған. Қатты сағыныппын. Содан болар. Сығындысын сығып алып, ұйқыға кеттім. Бір кезде тағы да телефонын безілдеп берді. Қарасам, ағам қоңырау соғып тұр. Ұйықтап қалдың ба? Сенің маған берген мекен жайың дұрыс па? Тугіз таппай тұр. Бірақ суреттегі тұрғын үйдің алдында тұрмын. Пәтердің нөмері қандай? Дегенде қорыққанымнан телефонымды лақтырып жібердім. Әңгіменің жалғасы келесі бөлімде. Құрметті тыңдарман, мені қолдап арнаға жазыла кетіңіз. Маған тез арада 1000 оқырман керек. Сіздер маған көмек етіңіздер. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, өтініш.